Ассалаумалейкум, құрметті Сату ТВ каналының тұрғындары. Біз 31Б микрорайонда 14 домда орналасқан үш комнатты үйді түсіретін боламыз. Менің тұрған жерім бұл сол жағымда 31А микрорайон, оң жағымда 31Б микрорайон орналасқан. Жалпы бұл жерде Дана супермаркеті бар, Есенов бар, Кеден және салық комитеті орналасқан. Жалпы Одзека көршілес микрорайондарда мектептер, Дарын мектебі және оқу орталығы мектептері бар. Балабақшадан орналасқан. Міне бұл 31Б микрорайон 14 домды түсіретін боламыз. Сырты оюланған, әдемі салынған 6 этажды дом. Сол 6 этажды домда 3 комнатты үйді түсіреміз. 4-ші подъезде орналасқан. Жалпы бұл үй 2016-тарда салынған үй. Арт жағында Арман қонақ үйі бар және шығыс 3 коттедждер бар. Жалпы бұл 6 этажда орналасқан. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Толық мағлұмат беретін боламын. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Құрметті Сату ТВ каналының көрермендері, 3 комнатты үйге келдік. Өзіміз көріп отқанда міне 3 комнатты үй, патологы дейтін коридоры бұл, көріп тұрғансаңыз. Патологы натяжной потолокпен салынған және әдемі дөңгелек лампалармен орналасқан. Тіке есік көріп тұрғаныңыз бұл сіздің кладовкамыз және сол жақта 2 есік бұл залымыз және оң жағымызда спальня және кухня, туалет ванна орналасқан. Жалпы коридордың обойы ашық светті, ашық түсті обоймен салынған. Мұна өзіңіз көріп отқандай бұл сыртқы есік. Сыртқы есік өте әдемі есіктен жасалынған, қалың есіктен. Және кіреберісте сонда аяқ киім шешетін арнайы орын бар. Және міне есіктен кіргенде сол жағымыздағы туалет түсіретін боламыз. Бұл туалет ваннасы. Жалпы есіктері бірде есіктен салынған, өте әдемі сапалы есіктен. Жалпы туалетте кір-машина орналасқан және ваннасы орналасқан. Барлығы аяғынан соңына дейін, төбеге дейін капельмен жасалынған. Патологы арнайы бір пластмаспен жылтырып әдемі өзін ерекше бір пластмаспен орналастырып кеткен. Жалпы капелі барлығы таза, ешқандай ешнәрсе жөндеудің қажеті жоқ. Және туалеттен ары қарай кухняға жүрсек, оң жағымызда кухня орналасқан. Бұл кухнямыз қаладник. Бұл жерде линолеум, пол, патологы, натяжной потолокпен салған. Осы кухнясы жалпы столы барлық нәрсе қалады. Бұл үйде шамалы көп еш нәрсе алынбайды деп отыр, алып кетпейді. Барлық нәрсе осылай жүгімен қалдырып кетеді. Терезелерінде арнайы сонда жалюздер, бамбуковый жалюздер, сонда әдемі ерекше жасып біткен, отоплениясы бәрі жақсы ысып тұр. Осы кухнясы арнайы тамақ ішетін стол орны да бар өзінің, бәрі сыйымды. Және кухняның қасында спальня орналасқан оң жағымызда. Және оң жағымызда спальня орналасқан, яғни жатын бөлме. Осы жатын бөлмеде қарасаңыздар болады, өте шағынды және әдемі бір жас семьяның тұруына да ыңғайлы. Диваны бұл жерде және шкаф, сандық, барлық нәрсе сыйып көрініп тұр өздеріңізге. Осы біздің спальня жатын бөлмеміз. Патологы натяжной потолокпен жасалынған. Бәрі тап-таза. Обойлары анда өзі бір ерекше әдемі обоймен, жылтыр обоймен жасалынған. Және ортада бізде қазір кладовка орналасқан. Бұл біздің кладовкамыз. Қарасаңыздар болады. Осы біздің кладовкамыз киім жүктер жинауға арналған. Бұнда патологы, натяжный потолок, обоймен іші бәрі жасалынып тұр. Көрпе жүктеріңіз бұл жерге қиналмай сыйып кететін болады. Ал бұдан кейін сол жағымыздағы 2 зал түсіретін боламыз. Жалпы бұны 2 зал деп айтасақ болады, себебі барлығының квадрат метр бірдей.
Потологы да тоже бұл жерде натяжный. Бұл үйдің жалпы полный потолок, натяжный потолок жасалған. Және тіке жүргенде осында шағын балконы бар. Бұл балконда кондиционер орналасқан. Және несі обойы ашық түспен әдемі бір жылтыр обоймен жасалынып кеткен. Полы линолеум. Бұл жерде енді ондай үйде бала, ондай ешкім тұрмаған, кішкентай балалар. Сол себепті үй өте таза, ұқыпты ұсталғаны көрініп тұр. Енді келесі залымызды түсіреміз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, бағасын толық айтатын боламыз. Мынау да біздің екінші залымыз. Обойы жасыл түсті, бір обоймен жасалынып кеткен. Және жалюздерін көріп отырсаңыз, кішкене светтес болып келеді, өте қымбат жалюздермен жасалынған. Люстраларда өзінің бөлмесіне әдемі келіп тұр екен. Шағынды әдемі люстрамен орнатып кеткен. Және телевизор бар, ол арнайы телевизор орналастырылған. Және осы шағын балкон жағымызда бізде мынадай ысырмалы шкаф бар екен. Бұл ысырмалы шкаф өзінің өшеде размеріне арнайы жасалынған. Бұл шкаф қалады жалпы. Және терезелері, пластик терезе. Және отоплениясы өте ұзын және қалың отопление жасап кеткен. Яғни қыста жылы болады деген сөз. Бұл жерде де лампочка орналасқан төбесінде, балконында. Өте әдемі жалпы. Екі свет орналасқан десек болады. Осы біздің залымыз, үйіміз осы жалпы 3 комнатты үй. Енді бұл үйді 2016 жылы салынған. Жалпы үйдің толық квадрат метрі 78 квадрат метр. Жобамен бір 80 квадрат метр десек те болады, 2016-та салынған. Бұл үйді жалпы тұрғын үй жинақ банкі арқылы ипотекаға алғанға 50%-ын төлеп, 50%-ын кредитке алып отыр екен. Жалпы ипотека 12 миллионға алынған. Соны 50%-ын 6 миллиондайын төлеп отыр екен қазіргі таңда. Жалпы үйді сатып алғанда тұрғын үй жинақ банк арқылы 50-50%-ызбен алуыңызға болады, немесе наличкеге сатып алсаңыз да болады. Наличкеге жалпы қолма-қол ақшаға 13 миллион деп отыр, қолма-қол ақшаға. Ал егер ипотекамен тұрғын үй жинақ банкпен алғыңыз келсе, 50%-ын төлеп алсаңыз болады. Тұрғын үй жинақ банк арқылы. Бұл үйге оценка жасалынған, бағасы өзіне тұрақты бағаланған. Өздеріңіз көріп отырғандай таза. Бұл енді 6 этажды домның 6 этажында орналасқан. Жалпы үй дейтін өте сапалы екен көрініп тұрсыздар. Таза, тек қана бір жүгіңізбен келіп, сол жүгіңізбен келіп тек тұрып кетсеңіз болады. Жалпы бұл үйде есіктерін бәрі бірдей. Және обойлары өте ашық түсті обойлармен салынған. Жалпы егер алам десеңіздер, осы астында номер қалдырамыз, сол номерге хабарласып, барлық сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Жалпы басқа үйлермен салыстырғанда бұл үйді негізі арзанға сатып жатыр. Себебі 78-80 квадраттай метрді 3 комнатты үйді 12 миллион, 13 миллионға табу негізі қиындау. Және тұрғын үй жинақ банкпен де алуға болады, бұл үйдің документі бәрі дайын деген сөз. Ендеше хабарласыңыздар, әр қазағым баспана болсын, барлығыңызға сәттілік тілеймін.